Ора Жандосов атындағы жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Нұрқұлжанат Қаныбекқызы болам. Бұл жерге 2024 жылдың 4 сәуірінде ауысу тәртібімен келдім. Содан бері қызмет етіп келем. Мектепте 79 мұғалім жұмыс істейді. Қазіргі таңда 603 оқушы білім алуда. Менің жалпы еңбек жолым 40 жыл. Ал соның ішінде осы басшылық қызметте 13 жыл қызмет етудемін. Мектепте қанша ұстаз, қанша оқушы білім алады? 79 ұстаз, 603 оқушы білім алады. Оның ішінде 35-і мектепалды даярлық тобының тәрбиеленушілері. Жалпы ұстаздардың біліктілігін Сапалық құрамға келетін болсақ, педагог зерттеушіміз бар, 15 педагог сарапшымыз бар, 26, педагог модераторымыз бар, 27, одан кейін бір педагог тағылымдамашымыз бар, қалғандары педагог, одан кейін 5 магистріміз бар. Білім сапасы бізде осы 90-да 42%-бен аяқтадық. Бірінші 90-ға қарағанда 0,7 өсім бар, ал былтырғы жылға қарағанда 1,3%-бен. Былтырғы жылмен салыстырып отырмыз ғой. 90 сайын біртіндеп көтеріліп келеді білім сапамыз. Одан кейін биылғы жылы бізде айтарлықтай жетістіктер бар. Ол мына республикалық пән олимпиадасын аудандық кезеңінен 23 оқушы жүлделі орынға ие болды. Одан 9 мен 11 сыныптардан 2 оқушы облыстық кезеңге жолдама алып, 1 оқушымыз 3-ші орынды иеленді. Информатика пәнінің оқушысы. Ал және тағы 1 оқушымыз алдағы 6 ақпан күні 7-ші сынып оқушысы орыс тіл пәнінен облыстық кезеңге барады. Мысалы, мына кішкентай суретіміз тұр. Осы сурет бойынша суретті біз мынау кішкентай шеге арқылы саламыз. Так, бәрің бері жақындаңдар. Мына жерде осыны жұмыс жасаймыз енді. Жаңа тақырыппен танысып алдыңдар ғой. Бірінші кезекте біз жұмыс істеген кезде қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Түзу тұрыңдар. Бір сақталмаса, бір жерімізге зақым тиіп кетуі мүмкін. Сол үшін біз абайлап істейміз. Мына шегелеріміз біздің кішкентай болғаннан кейін, мысалы, мына дайын суретті мынаған салып жүрмейміз. Дайын суретті мынаған не қыламыз да, міне осы арқылы мынаны қойып, балғаны ыңғайластырып өзімізге аламыз да, міне жай шетінен үстіп арасын жақын қылып, жақын қойып, міне асықпаймыз, шегені осылай